Баршаңызға сәлем. Бүгін каналда біз денелердің ауырлық күшінің әрекетінен қозғалуы тақырыбын қарастырамыз. Бұл тақырыптың бір бөлігін біз өткен 90-дарда қарастырып өттік. Яғни ол бірінші қозғалысымыздың түрі ауырлық күшінің әрекетіне өтетін вертикаль бағытта қозғалыс. Вертикаль бағытта қозғалыстың біз екі түрін қарастырып өттік. Біріншісі еркін түсу, тек қана ауырлық күшінің әрекетіне өтетін және бастапқы жылдамсыз өтетін қозғалыстың бірі үдемелі қозғалыс. Бұл жағдайда қарап отырсаңыздар суретте көрсетіліп тұр, яғни бастапқы жылдамдығымыз нөлге тең, тек қана ауырлық күшінің әрекетіне өтеді. Және бұл жағдайда Y бағытында өтетін болғандықтан да қозғалыс. Біз S-тің орнына үдемелі қозғалыс кезінде H деген яғни биіктікті аламыз, ал үдеудің орнына біз еркін түсу үдеуін яғни G аламыз. Соған сәйкес біздің формуламыз сәл өзгеріске енеді. Бастапқы жылдамдығымыз еркін құлады десе нөлге тең. H тең негізгі қолданатын формуламыз G көбейтілген T квадрат бөлінген 2. Және екіншісі V тең соңғы жылдамдықты мына бөлікке түсердегі, жерге түсердегі жылдамдығымыз G көбейтілген T. Және тағы да біздің формуламыз H тең V квадрат бөлінген 2G деген формуланы қолдансақ болады. Бұның барлығы еркін түсуге байланысты. Негізіне еркін түсуге байланысты біз арнайы жеке тақырыпты каналда қарастырғанбыз, көріп шықсаңыздар болады. Келесі қозғалысымыз бізде вертикаль тік жоғары лақтырған дененің қозғалысы дейді. Яғни біз денені қандай да бір жылдамдықпен жоғары қарай лақтырамыз. Бұл жағдайда қозғалысымыз бізде кеммел қозғалыстардың қатарына жатады, себебі G әрқашан төмен қарай бағытталады. Ал енді осыған байланысты жазып көрейік. H тең бұл жағдайда формуламыз кеммел қозғалыс болған кезінде V нөлевой көбейтілген T, плюстың орнына біз минус аламыз, G көбейтілген T квадрат бөледі екенбіз қаншаға 2-ге. Негізгі осы формуламыз. Келесі ең жоғары биіктікке жеткен кезінде дене, оның соңғы жылдамдығы нөлге тең. Сондықтан да H максимальный биіктікті табу үшін, максимал биіктікті табу үшін біз келесі формулаға сүйенеміз. Яғни V нөлевой квадрат бөлінген 2 көбейтілген G. Келесі дене қанша уақыт көтерілді деген сұраққа жауап берген кезінде біз келесі формуладан қорып шығарсақ болады. Кейінгі жылдамдықты немесе соңғы жылдамдықты табудың формуласы V тең V нөлевой минус GT. Осы бөліктен V ең жоғары биіктен нөлге тең болуына байланысты біздің формуламыз V нөлевой тең GT. Бұндағысы жай ғана T болмайды, GT көтерілу. Көтерілу уақытын табу үшін біз V нөлевойды нешеге бөледі екенбіз G-ға. G дегеніміз жер беті үшін бізде 10-ға тең. Демекте негізгі формуласы біздің жағдайда мына бөлікте 1. Екінші формуламыз бізде 2. Нумерация беруіміз себебі бірнеше формулалар болғандықтан да сіздер шатастырмау үшін есеп барысында сондықтан да бөліп қойдым. Келесі дене қанша уақыт көтерілсе, теория бойынша сонша уақытта түседі. Демек T көтерілу мен T түсу әрқашан бір-біріне қандай болады екен? Тең болады. Олай болса, есептің шартында ұшу уақытын тап дейтін болса, ол T көтерілу мен T түсудің қосындысы ғой, дене барып қайтып келген кезінде. Немесе екі еселенген T көтерілуге тең. Осы формулаға мен 5 деген берейін, нумерация. Келесі дене қандай жылдамдықпен жоғары лақтырса, сондай жылдамдықпен жерге түсерде түседі екен. Яғни мысалы 15 метр секунд жылдамдықпен дене лақтырылса, жерге қайтадан түсерде оның сол жылдамдыққа ие болатын. Жерге түсер алдында жылдамдығымыз соған тең болатындығын ұмытпаймыз. Міне вертикаль тік жоғары лақтырған дененің қозғалысына байланысты формуланың барлық бөліктерін жазып шықтық. Келесі қозғалыстың түрі біз үшін ауырлық күшінің әрекетіне өтетін бұл көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы. Енді осы қозғалыстың түрін біз бақылап, зерделеп қарастырып көрейік. Яғни біздің нөлдік деңгейдегі неміз 0 болады. Енді бұрышымыз қарап отырсаңыздар, 30 градуспен немесе әртүрлі бұрышпен қандай да бір денені, яғни снарядты лақтырып көрейік. Сонда қарап отырсаңыздар, оның траекториясы қандай? Траекториясын қарап отырсаңыздар, бұл жерде тармақтары төмен қарай бағытталған парабола. Екіншісі, дене белгілі бір уақытқа дейін көтеріледі, және одан кейін барып бізде не істейді екеніміз түседі. Келесі, біздің жағдайда бастапқы жылдамдығымыз снарядтың 15 метр секунд, ал және оның бұрышы бізде 30 градус. Ал енді бұрышты ұлғайтатын болсақ, не болады деген сұраққа жауап берейік. Мысалы 40 градуспен атып көрейік снарядты. Онда көріп отырсаңыздар,
ұшу алыстығымыз бізде ұлғайды. Ал егерде 45 градус бұрышпен қоятын болсақ, қалай болады екен? 45 градус бұрышта ең үлкен, яғни ұшу алыстығына тең болып тұр. Одан кейінгі жағдайлардың барлығына, мысал дейік, ең жақсы көретін бізде 60 градусты көрсек те болады. 60 градуспен лақтырған кезінде керісінше бізде ұшу алыстығымыз азайды. Есесіне көтерілу биіктігіміз басқалармен салыстырғанда ең жоғары болды. Демек те тармақтары төмен қарай бағытталған парабола және белгілі бір көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысын бүгінгі сабақта біз зерделеп шығамыз. Енді осы қозғалыстың бірнеше жағдайларына байланысты формулаларын жазып көрейік. Бұл жерде қандай формуланы жазамыз? Жалпы мына суретте қарап отырсаңыздар, сіздерге мысалы футболшы допты тебу барысында ең үлкен көтерілу биіктігі мынау деп аламыз. Бұл нүктені біз А нүктесі деп алайық. Белгілі бір бұрышпен лақтырылды. Бұл жерде бұрышымызды біз Ö деп тұр, немесе мен альфа деп алайын, өзімізге ыңғайлы болу үшін. Ал енді ұшу алыстығы дейміз, тағы да қайталап өтем, мынау біздегі ұшу алыстығымыз болады екен. Яғни денен бастапқы орын мен соңғы орын қосатын бағытталған кесіндіміз мына жерде. Бұл L. Келесі, неге дене жоғары қарай көтеріледі және X бағытында қозғалыс жасайды дегенде, себебі денен бастапқы жылдамдықтың екі құраушысы бар екен. Яғни біріншісі бізде Y бағытына бөліктен сызып өтейін, ол бізде Y бағытында, V0 Y бізде жылдамдықтың құраушысы бастапқы жылдамдықтың, және X бағытындағысын, яғни толығымен сызып көрсететін болсақ, бұл бізде V0 X болады екен. Негізгі формулаларды бір қарастырып өтейік. Негізінен арнайы YouTube каналымызда көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысына арнайы бізде сабағымыз да бар. V0 X және V0 Y неге тең екендігін қарастыру үшін мен сол бөлікті ғана бөліп қарастырып көрейін. Яғни мынау бізде V0-ымыз, келесі V0 X-ымыз мынау болып тұр бізде, V0 X, бұрышымыз альфа және Y бағытындағы құраушысымыз жылдамдықтың, ол V0 Y. Ал енді біз еске түсірейік. Тік бұрышта үшбұрышымыз шықты. Демек те іргелес жатқан катетті табу үшін V0 X деген формуласын біз V0 көбейтілген косинус альфа деп біз жалпы алгебрадан білетін едік. V0 Y қарсы жатқан катет болғандықтан да оны табу алу үшін біз гипотенузаны синус альфаға көбейтетін едік. Жалпы бұл екі формуланы бір деген нумерациямен алып өтейін. Келесі, енді маған негізгі ұшу алыстығын және максимал биіктікті және кез келген бөліктегі биіктікті тауып алу қажет болып тұр. Бұл қарап отырсаңыздар, мына А нүктесіне дейін көтеріледі. Сондықтан да бұл қозғалысымыз бұл жағдайда кемелі. А нүктесінен төмен қараймыз, бізде үдемелі қозғалысқа тең болады екен. L-ді тауып алу үшін біз жылдамдықтың X құраушысын аламыз, V0 X көбейтілген, және T ұшу деп аламыз. Себебі не үшін? Себебі мына А нүктесіне дейін дене көтеріледі, және А нүктесінен төмен қарай ол дене түсе бастайды. Демек T ұшу дегеніміз жалпы уақыт алғандықтан да T ұшу, T көтерілу мен T түсудің қосындысына тең. Енді L-ді ашып жазатын болсақ, ол V0 көбейтілген косинус альфа көбейтілген T ұшу деген формула. Яғни бұл түрленген формула болғандықтан да 2 деп берем. Келесі, кез келген бөліктегі биіктікті тауып алатын болсақ, мысалы мына нүктені алып өтейік, ол нүктені 1 дейік. H-ты табу үшін мен келесі формулаға сүйенем. Яғни бұл жағдайда жылдамдықтың Y құраушысы жауап береді. V0 Y көбейтілген T көтерілу минус GT көтерілудің квадратын бөледі екенбіз қаншаға? 2-ке. Енді V0 Y-тің орнына V0 синус альфаны қойғандықтан да формула келесі түрге көшеді. V0 көбейтілген синус альфа көбейтілген T көтерілу минус GT көтерілудің квадраттан бөледі екенбіз қаншаға? 2-ке. Минус таңбасы болуының себебі бұл кемел қозғалыс. Мына формуламыз бізде 3. Келесі, көтерілу уақыты мен ұшу уақытын табу үшін мен мына нүктеге назар аударам. А нүктесінде дененің жылдамдықтың, яғни жылдамдықтың Y құраушысы 0-ге тең болуына байланысты дене ары қарай жоғары биіктікке көтерілмейді. Бұл жағдайда V кейінгі жылдамдықтың формуласын естеріңізде салсам, V0 Y минус GT көтерілу еді. Ал енді А нүктеде
нөлге тең болуына байланысты а нүктеде деп жазып қойын. Сондықтан да бізде формуламыз келесі түрге көшеді. y нөлге тең. Сондықтан 0 тең v0 y-тің орнына v0 көбейтілген синус альфа минус жт көтерілу деп табам. Осыдан т көтерілуді тауып алу үшін келесі формула пайда болады менде. v0 көбейтілген синус альфа бөлінген g. Бұл формуланы мен біздің жағдайда 4 деп алады екен. Осы уақытта дәл осы 2 еселенген. Сондықтан да алдына 2-ні ғана қоям. 2 көбейтілген т көтерілу болғандықтан да және ол тең болады екен 2 көбейтілген v0 көбейтілген синус альфа бөлінген қандай болады екен g. Бұл формуламыз біздің жағдайда 5. Енді 4-ші формуланы мен 3-ке апарып қоятын болсам, сіздерге дайын формула берейін деп жатырмын. Себебі бұл тақырыпта жеке өздеріңіз көрсеңіздер де болады. Сонда h максимал биіктікті табуға мүмкіндігім туады екен. Яғни 3-ші формула мен 4-ші формуланы өзара байланыстыратын болсақ, бізде h max тең болады екен v0 квадрат көбейтілген синус квадрат альфа бөлінген 2g деген формула пайда болады екен. Максимал биіктікті ең бастысы үлкен ашпен де жазған ыңғайлы. Бұл формуламыз біздің жағдайда номер 6. Т ұшудың орнына, яғни 5-ші формуланы 2-ші формуламен байланыстыратын болсам, менде L-дің келесі формуласы пайда болады. v0 квадрат көбейтілген синус 2 альфа бөлінген g. Бұл формуламыз бізде неше болады екен? 7. Демек, көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалыста ауырлық күшінің әрекетіне өтетін қозғалыстың бір түрі екен. Енді осыған байланысты сіздерге есептер берілген. Жалпы мектеп баспасында оқулықтағы тақырып толық ашылмаған, дегенмен бұған байланысты 18-ші жаттығудан көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысына 2 есеп берілген екен. Соны бірге шығарып көрейік. Сондықтан да сіздерге ең алдымен бар формулалар жазып қойдым, ал ары қарай енді бірге есепті шығарып көрейік. 3-ші есепте былай дейді: 18-ші жаттығу мектеп баспасының 9-шы сынып оқулығынан алынған есеп. Егер дененің ұшу алыстығы оның ең жоғары көтерілу биіктігінен 4 есе артық болса дейді. Демек те берілген бойынша берілгенде мен қалай жазам? L тең менде 4h max. L тең 4h max деп жазамыз. Келесі ен сұрайды: қандай бұрышпен лақтырған дейтін болса, мен онда альфаны тауып алуым керекпін. Ол үшін бұл жағдайда барлығы бізде v0 да, синус альфада, косинус альфада еш нәрсе берілмеген деп сіздер ойлануларыңыз мүмкін. Бірақ та екі формуланы өзара байланыстырып жазатын болсақ, онда сіздерге қиын болмайды. L-дің формуласы негізінен v0 квадрат көбейтілген синус 2 альфа бөлінген g формуласы. Екінші жағдайда h max-тың формуласы бізде v0 квадрат көбейтілген синус квадрат альфа және бөледі екеміз қаншаға? 2g-ға. Енді есептің шартында L h-тан 4 есе артық. Демек те мына бөлікте жазам. v0 квадрат қоям L-дің орнына. Синус 2 альфаны сіздер математикада былай түрлендіресіздер. 2 көбейтілген синус альфа көбейтілген косинус альфа деп түрленеді. Так, және бөледі екеміз g-ға тең болады 4 h max-тың орнына v0 квадрат көбейтілген синус квадрат альфа және бөледі екем 2g-ға. G мен g-дің кетеді, және v0 квадрат пен v0 квадрат кетеді, синустың біреуі кетеді. Сонда және қосымша 4 пен 2-ні қысқартып жіберем, 2 қалады. Ол 2 мен 2 қысқарады. Сонда менде косинус альфа тең болады екен, синус альфа болып қалады. Енді қарап отырсаңыздар, синус альфаның астына мен косинус альфаны алып келсем, менде математикада тангенс альфа шығады. Тангенс альфа тең 1. Осыдан альфа қандай градуста немесе бұрышта бізде 1-ге тең еді. Әрине ол бізде 45 градус екен. Демек таптық альфа тең 45 градус. Келесі 4-ші есебіміз бізде жұлдызшамен берілген есеп еді. Дене көкжиекке 45 градус бұрыш жасай 20 метр секунд жылдамдықпен лақтырылды. Қандай биіктікте дененің жылдамдығы 30 градус бұрыш жасайды дейді. Енді осы есепті шығарып көрейік. Қарап отырсаңыздар, берілгені сонда бізде альфамыз мен берілген деп жазайын.
альфа бізде біріншісі қанша градус болып тұр? 45 градус. В нолевойымыз сәйкесінше 20 метр секунд. Ал енді мына 30 градус бұрышты мен бетта деп ала салайын. Бетта бізде 30 градус сұрайды, қандай биіктікте дейді. Демек ашты тауып керекпін. Жай ғана аш макс емес. Бұл жағдайда естеріңізде болса, жылдамдықтың x құраушысы ол мынаған тең еді. В нолевой x тең болады в нолевой көбейтілген косинус альфа. Косинус альфаның орнына мен косинус 45 градусты қоямын. Келесі. Демекте бұл жағдайда, орнына қойған жағдайда 20, косинус 45 градуста түбірасы 2 бөлінген 2. Сонда шығатын 2 мен 20 қысқарғандықтан да 10 түбірасы 2 метр секунд шығады. Келесі, в нолевой y дегеніміз, ол в нолевой көбейтілген синус альфа еді ғой. Синус 45 градусты қойған кезінде дәл осы мән шығады. 45 градуста синус пен косинустың мәні тең болғандықтан да бірден жазам 10 түбірасы 2 метр бөлінген секунд. Келесі, енді горизонталь бойымен жылдамдық өзгермейді. Ол Vx, сонда бізде v нолевой x-қа тең болады да, және ол тең болады екен 10 түбірасы 2 метр секунд болып сақталады. Ал тік бағытта, яғни вертикаль бағытта y-іміз ол бізде v нолевой y минус gt еді. Осыдан v нолевой y-тің орнына мен 10 түбірасы 2 минус 10 деп қоям, g-дің орнына 10-ды қойып. Енді осының арқылы біз бұрышты тапқан кезінде, бұрышымен де тангенс бетта 30 градус еді ғой. Демекте былай жасаймыз. Тангенс 30 градус бізде бірденен беттаның орнына 30 градус деп жазайын. Ол тең болады екен менде vy бөлінген vx. Ал vy-тің орнына мен 10 түбірасты 2 минус 10-тыны қоямда, ал x-тің бағытында мен нені қояды екем? 10 түбірасты 2-ні. Осыдан 10 түбірасты 2 қысқартып бөліп жіберетін болса, менде 1 минус т бөлінген түбірасты 2 деген шығады. Ал енді тын тауып көрейік. Тыны табу үшін қазір мына өшірен арғай сіздермен жұмыс жасаймыз. Енді осы жерден тын табатын болсақ, бізде мынандай болды. Жазып кете берейін. Тангенс 30 градусымыз тағы да бір рет жазсам еш нәрсе болмас. 30 градус тең болады екен 1 минус т бөлінген түбірасты 2 болды. Осыдан тының өзін табатын болсақ, яғни мынау т бөлінген түбірасты 2 келесі бетке өтеді да, мына жақта бізде 1 минус тангенс 30 градуста қоямыз. Келесі тының өзін табу үшін, яғни менде түбірасты 2 көбейту болып барады. Сонда түбірасты 2 1 минус тангенс 30 градуста бізде түбірасты 3-тің өзі болады. Түбірасты 3 1 бөлінген түбірасты 3 деген. Енді осы жерге апарып қоятын болса, бізде тының мәні менде 0,16 секунд болады жуықтағанда. Ал енді ары қарай кеттік. H-ты табу үшін біз v нолевой синус альфа, v нолевой y-тің орнына мен v нолевой синус альфа көбейтемін т-ға минус gt квадрат бөлінген 2 деген формулаға апарып қоям. Сонда h тең болады менде орнына қойған кезінде мына 10 түбірасты 2 көбейтеміз 0,6 минус g дегеніміз бізде 10-ға тең, 10-ды 2-ке бөлсем 5 көбейтілген 0,6-ның квадраты менде 0,36 болады. Ал енді барлығын көбейтіп бөлген кезінде менде шығатын мән жуықтағанда 6,7 метр болды. Бұл жылдышасы бар есеп болғандықтан да өте көп орындалып шықты. Келесі неміз қарастыратын ауырлық күшінің әрекетіне өтетін қозғалыстың бірі бұл горизонталь лақтырған дененің қозғалысы. Бұндай қозғалысты да біз алдында
каналда көрсеткенбіз горизонталь лақтырылған дененің қозғалысына. Яғни бұл жерде дене белгілі бір биіктен горизонталь бағытта лақтырылады. Мына бөлікті біз ұшу алыстығы деп атаймыз. Дененің лақтырылған биіктігі сол бізде h болады. Бұған байланысты негізгі үш формуланы қарастырсақ болады. Біріншісі, ұшу алыстығын табу үшін v0 көбейтілген t деген формула. Бұл бізде бірінші формуламыз болады. Келесі, h тең бұл жағдайда t көтерілі, t ұшу деген бізде жоқ. Барлығы бір-біріне тең болғандықтан да gt квадрат бөлінген 2 болады. Бұл формуламыз 2. Және кез келген бөліктегі дененің жылдамдығын табу үшін бұл жерде әрине 2 құрылыстан тұрады, vx және vx. Бұл жерде жылдамдықты табу үшін біз келесі формулаға сүйенеміз. V тең түбірасында vx квадрат қосылған vy квадрат, ал ол сәйкесінше vx-тің орнына v0 квадрат қосылған vy-тің орнына менде g көбейтілген t-ны қоямын. Сондықтан да менде келесі формула пайда болады. Осы үш формула бойынша сіздер горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын зерделей аласыздар. Ал енді осыған байланысты бізде 18-ші аттығудың бірінші есебі берілген еді. Горизонталь бағытта 10 метр секунд жылдамдықпен лақтырылған дененің ұшу қашықтығы лақтыру биіктігіне тең дейді. Дене қандай биіктен лақтырылған? Демекте есептің шартында берілген деп жазайын. Менде v0 қаншаға тең? 10 метр секунд, v0 10 метр секунд, және есептің шартында L тең дейді h-қа, және h биіктікті біз табуымыз қажет. Ал енді бұл L-дің орнына әрине формулалар бағана сіздерге көрсеткенде қойсаңыз әлде қайда дұрыс болады. L тең v0 көбейтілген t, ал h-дің орнына gt квадрат бөлінген 2-ні қоямыз. Ал кеттік. Орнына қойған кезінде v0 көбейтілген t тең болады g көбейтілген t квадрат бөлеміз 2. Сонда t-ның біреу кетеді. Осыдан t-ны табатын болсақ, менде t тең болады 2 v0 бөлінген g. Орнына апарып қоямыз. 2 көбейтілген 10 және бөледі екенбіз 10-ға. 10 мен 10 қысқарып кетеді, сонда 2 секунд. Ал енді h-ты табу қиын емес. Орнына қоямыз. gt квадрат бөлінген 2 мен қойсақ 10 көбейтілген 2-ның квадраты 4 бөлеміз 2 тең болады менде 20 метр. Демекте 20 метр биіктен құлаған. Келесі есебіміз, дене 19,6 метр биіктен 10 метр секунд жылдамдықпен лақтырылды. Демекте берілген бойынша менде h 19,6 метр. Келесі бастапқы жылдамдығымыз бізде v0 10 метр секунд. Жерге құлар мезеттегі бізге несін табуымыз керек? Біз жылдамдығы, яғни жерге түсіп кетіп жатқандағы соңғы жылдамдық. Бұның сәйкесінше өзінің формуласы бар. Бағана сіздерге айтып өткен. Ол v тең, шешуіне жазайық. v0 квадрат плюс gt-дің квадраты. Енді осыған саламыз. v0 квадрат қосылған gt-дің несі болады екен? Квадраты. Бізде v0 бар, тек қана t-ны табу керек. T-ны табу үшін біз түбір астында 2h бөлінген g деген формуланы қолданамыз. G-ді негізінен 19,6 деп тұр, демек 9,8 деген ал деп тұрғанды білдіріп тұр маған. 2 немесе үйреніп қалғанда сол 10 мен ала беріңіздер. 19,6 бөлінген 10 деп болатын болса, менде шығатын мән, яғни 19,6-ны көбейтеміз 2-ге бөлеміз 10-ға 3,92, бұдан шығатын мән жоқтаған кезінде бізде 2 секунд деп алсақ болады. Егер 9,8 бен алғанда дәл 2 секундтың өзі шығатын еді. Мейлі. Так, енді орнына апарып қояйық. 10 квадрат менде 100 болады, қосылған бірінші жақшаның ішінде көбейтуді орындаймыз. G-ді 2-ге көбейтетін болсам менде 20 болады, 20-ның квадраты сәйкесінше 400. Енді түбірасты 500 болады. 500-ді жіктеп қалдырсаңыздар да болады, немесе түбірасына шығарсақ та болады. 500-ден түбірден бізде 22 бүтін жуықтағанда 10-нан 4 шығады екен. Демекте осылай жазсаңыздар да болады екен. Міне осымен бүгінгі ауырлық күшінің әрекетінен өтетін денелердің қозғалысын зерделеу сабағымыз аяқталды. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, осы соңғы күндерде бізде әр
сынып бойынша бізде плейлист қойылған, яғни сіздер өздеріңіздің сәйкесінше қажетті тақырыптарыңызды сынып бойынша тапсаңыздар болады. Қош, сау болыңыздар.